1970 жылы Норвегияның Берген қаласына жақын Издален алқабында белгісіз әйелдің денесі табылды. Полиция дереу тергеуді бастады. Бірақ 50 жыл өтсе де қылмыстың құпиясы ашылмады. Біз жұмбақ істің жай жапсарын сіздерге баяндайтын боламыз. Издален алқабындағы әйелдің жұмбақ сыры жарты ғасырдан бері жұртшылықты толғандырып келеді. Біреулер оны шпион деп санаса, енді біреулер оның өлімінен саяси астар көреді. Енді біреулері белгісіз әйел өлімінің жұмбақ оқиғасына жарық түсіруден әлі де үмітін үзбейді. 50 жыл бұрын Норвегияның Берген қаласына жақын жерде орналасқан Издален алқабында ер адам екі қызымен серуендеп жүріп қорқынышты олжаға тап болады. Яғни тастар арасынан әйелдің өртеніп кеткен мәйітін табады. Саяхатшылар бірден полицияға жүгінеді. Келген полицейлер шұғыл әрекет етіп, олар аумақты толық тексеріп шығады. Әйелдің денесінің қалпын тексереді. Бірнеше іс, соның ішінде ішімдіктің бос бөтелкесін, бензині бар 2 пластик ыдысты, етік пен қолшатырды табады. Алайда әйелдің жеке басын анықтайтын құжаттар мен заттар табылмайды. Оның үстіне әйелдің киімдерінде ешбір этикетка жоқ. Іздерін жасыру үшін біреу әдейі кесіп тастаған. Тағы бір қызық сәт, әйелдің мәйіті жақын жерде жатқан кейбір заттар сияқты күйіп кеткен күйде табылды. Алайда ізі табылмады. Мәйітті өртеп, кейін оны басқа жерге сүйреп апару кімге және не үшін қажет болды? Бұл істің төңірегінде жұмбақ барған сайын көбейе түсті. Абыржыған полицейлер тергеуді жалғастырды, бірақ іс алға жылжымады. Тек 3 күннен кейін тергеушілер бұл жұмбақ жағдайдан тағы бір сыр таба алды. Берген станциясының қоймасынан полицейлер ақша, киім-кешек, бірнеше парик, жазбалары бар дәптер, күннен қорғайтын көзілдік бар чемодан табады. Марқұмның жеке заттарын тексерген сот медициналық сарапшылар жәбірленушіге тиесілі бірнеше жартылай саусақ іздерін таба алды. Бірақ бұл нәтиже бермеді. Өлтірілген әйелдің заттарынан оның жеке басын анықтауға көмектесетін ешқандай құжат табылмады. Келесі күні сараптаманың ресми қорытындысы дайын болады. Дәрігерлердің қорытындысына сәйкес, әйелдің өліміне ұйықтататын дәрінің артық дозалануы, сондай-ақ көмірқышқыл газынан улану себеп болған. Сондай-ақ өкпесінен күйе табылды. Бұл оның денесін өрт шарпыған кезде оның әлі тірі екенін көрсетеді. Кейін бұл жұмбақ оқиған әрекет сәтті аяқталды. Көп ұзамай Берген полиция бөліміне Хордахи мен қонақ үйінен қоңырау түсті. Шенеуніктердің айтуынша, Издален алқабында табылған әйел олардың қонақ үйінде тұрып жатқанын және оны соңғы рет 23 қарашада шығып кеткенін көрген. Сондай-ақ қонақ үй жұмысшылары оның сыртқы келбетінің егжей-тегжейлерін нақтылай алды. Бойы шамамен 163 сантиметр, қара қоңыр шашты және қоңыр көзді әдемі әйел екендігін айтқан. Содан полицейлер басқа жолмен жүруге шешім қабылдады. Өлтірілген әйелдің чемодандарынан табылған заттардың арасынан оның жеке жазбалары жазылған дәптер табылды. Күнделікті егжей-тегжей зерттеген полиция әйелдің Норвегия қалаларында, сондай-ақ Еуропаның әртүрлі елдерінде көп саяхаттағанын анықтады. Әр жолы ол өзін жаңа есіммен таныстырып отырған. Ал полиция оның күнделігінен табылған куәгерлер оның шашының түсімен сөйлейтін тілі туралы мүлдем басқаша айғақтар береді. Кейбіреулер оны неміс тілінде сөйлейтін қоңыр шашты әйел десе, басқалары ағылшынша сөйлейтін брюнетка ретінде сипаттайды. Норвегиялықтар табылған әйелдің жеке басы туралы айта бастайды. Біреулер оны тыңшы деп санады, басқалары оны қырғи қабақ соғыс кезіндегі саяси соғыстың құрбаны ретінде көрді. Басқалары полиция неге барлық ықтимал нұсқаларды зерттемейді деп таңғалды. Алайда тұрғындар мен белсенділердің шындықты анықтауға мүмкіндігі болмады. Сондықтан Издалендік әйелдің оқиғасы бірте-бірте ұмытыла бастады. Белгісіз әйел туралы жиналған барлық деректер Интерполға берілді. Бірақ бұл нәтиже бермеді. Издалендік әйелдің ісі ашылмай қалды. Ал өлімнің
ресми себебі суицид деп танылды. Белгісіз әйелдің денесі 71 жылы ақпанда Берген қаласының Молендаль зиратына жерленеді. Алайда 2016 жылы жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс қайта қозғалады. Издалендік әйелдің резонансты оқиғасы бүкіл әлемге белгілі болды және BBC-дің екі журналисі Марит Хиграф пен Нил Маккарти өздерінің тәуелсіз тергеуін бастайды. Сонымен қатар журналистер Берген институтының ғалымдарымен бірігеді. Олар қалған айғақтарды егжей-тегжейлі зерттеп, куәгерлерді шақыртып, 70 жылы сот, медициналық сараптамадан кейін сот сарапшылары сақтап қалған издалендік әйелдің жақ сүйегіне талдау жасайды. Талдау көрсеткендей, белгісіз әйел Германияның Нюрнберг қаласында дүниеге келген. Қайтыс болған кезде ол 40 жаста болған. Кейін америкалық суретші Стивен Мисал жоғалған әйелдің бірнеше портретін жасады. Дәл осы суреттер Издален алқабындағы әйелдің келбетін дәл сипаттайды. Алынған ақпарат пен беймәлім суреттер әлі нәтиже бермесе де, белсенділер Норвегия тұрғындарын жарты ғасыр бойы мазалап келген. Бұл жұмбақ істің бетін ашамыз деп үміттенуде.